Сәлем достар, менің атым Мадияр Тойболды, мен симфониялық не просто оркестрдің көркемдік жетекшісімін. Бүгін біз мен туралы Google'да не іздейді деген тақырыппен келіп отырық. Әрине, біреу кіріп шынымен іздеп жатса. Не просто оркестрді кім құрды? Әрине, бұл бастапқы жағдайдан өте қиын, өте үлкен ауқымды жұмыс болды. Сондықтан да бұл менің тек қана қолымнан келген іс емес, бұл үлкен команданың бірлесіп жұмыс істеген үлкен жұмысы. Мадияр Тойболды жасы нешеде? Достар, менің жасым 28-де. Не просто оркестрдің музыканттары қалай жұмысқа алынады? Біздің оркестрмен бірге жұмыс істеп, өнер көрсетуге әрқашан әркімнің мүмкіндігі бар. Ол үшін сіз өздеріңіздің видеоларыңызды бізге жіберсеңіздер, біз міндетті түрде тыңдап, қарап, сіздерге жауабын айтамыз. Дирижерлар қолдарымен импровизация жасай ма? Дирижерлау барысында біздің негізін қалайтын нақты схемаларымыз бар. Бірақ дегенмен бұл әуен болғандықтан кейін біз импровизацияға да орын қалдырамыз. Не просто оркестрінің футболкасын қайдан алуға болады? Біздің фирменалық футболкаларымызды концерттің алдында, антракт уақытында немесе концерттен кейін біздің менеджерлерден қолда сатып алсаңыз болады. Концерттің соңына қарай дирижерлардың қолдары ауырады ма? Өмірімде тек қана бір-ақ рет 3 концерттен кейін қолым тура фитнес залға барып қол жаттығуын жасағандай ауырды. Егер шынымен Google'да мен туралы сұрақтар іздеп жатсаңыздар, жаңа сұрақтарыңызды күтемін. Үйде жатпаңыздар.